Баршаңызға сәлем, менің есімім Айгерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай үй жағдайында жасалатын лаваштың жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Ешқандай да бөлініп, сынып кетпейді ораған кезде. Енді дайындау үшін судың температурасы маңызды емес, тұз және сұйық май қосып, кішкене араластырып жібереміз. Тұз кішкене ергенше, кейіннен електен өткізілген ұнды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырды илеп дайындап болған соң, жарты сағатқа осылай бетін жауып немесе осындай салфанға салып қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен соң, өздеріңіз білесіздер, егерде табаларыңыз үлкендеу болса, 4-5 бөлікке бөліп, осылай жасасаңыздар болады, ал табаларыңыз кішкене болса, дәл осындай формада өздеріңіз бөліп алсаңыздар болады. Қамырды жайған кезде дәл осы видеодағыдай қылып жаямыз. Осындай жұқа болып шығады қамыр. Енді қызып тұрған табада осыны салып пісіріп аламыз. Қызып тұрған табаға дәл осылай жақсылап жайып салып аламыз. Кейін екі бетін кішкене қызарғаннан кейін алып барлығын осылай пісіріп ала береміз. Лавашты табадан пісіріп алған кезде осылай су жағамыз. Кәдімгі салқын суды да жаға берсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басып өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және осы видеоның описаниесіне мен донердің жасалу жолын салып қоятын боламын. Сол сілтеме арқылы көре аласыздар. Және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз.